Ал балалар олай болатын болса тапсырмаларыңызды орындап болдыңыздар ғой, иә? Енді ана қолдарыңыздағы тіркестерді көтеріңіздерші жоғарыға. Енді тексереміз аға. Енді тексеру үшін мен оңай қылып жасап қойғам. Жауабы 5 шығатын есептер ол жасыл түсті болу керек. Жасыл түсті ол 5 шығатын жағы жасыл түсті болу керек. Демек, сенің есебіңде бір жасыл түстің қате жақта жүрген да, мына есебің жауабы қате деген. Сендердің есептерінде жасыл түстің біреу басқа жақта жүр. Демек, қате бір есебі. Сендердің аяғың үшеуі де дұрыс, иә? Дұрыс. Айшалардікі дұрыс. Мысауленікі дұрыс. Дұрыс. Сендердікі де дұрыс болды.